Мектептерге қазіргі таңда гидропоника, яғни топырақсыз өсіру әдісімен тұқым өндіру құралдары келіп жатыр. Бірақ мұғалімдер онымен әлі де қалай жұмыс жасау керектігін білмейді. 2020 жылдан бастап осы салада біз әртүрлі тұқымдарды егіп өсіріп жүрміз. Сәлем баршаңызға, менің аты-жөнім Айымгүл. Сіздермен өткен видеода микрозеленді өсіру тәсілімен бөліскен болатынмын. Бүгін өзімнің шағын зертханаммен таныстырып, алдағы уақытта бұл құрылғылармен жұмыс жасау тәсілдерін көрсететін боламын. Орналасқан құрылғылардың барлығы гидропоника әдісімен тұқым өндіруге арналған. Құралдардың бәрін мен қайдан алдым? Яғни мен экологиялық өзімнің жобамды жасап, тәуелсіздік ұрпақтары грантына қатысып, 1 миллион теңге ұтып алған болатынмын. Осы 1 миллион теңгеге осындай гидропонды жүйелерді, үлкен гидропонды жүйелерді 4 қатарлы және шағын гидропонды жүйені, сонымен қатар фитолампаларды осы 1 миллион теңгеге жасақтап алған болатынмын. Тәуелсіздік ұрпақтары грантына қатысып, осындай құралдарды өзім сатып алған болатынмын зертханама. Сіздермен бұл құралдарды жалпылама таныстырып өтейін. Бұл 4 қатарлы гидропонды жүйе. Ең бастысы бұл жерде жарық. Әр қатарында жарық орналасқан. Және де бұларда су болады. Су айналымы жүреді. Сол су айналымы арқылы біздің өсімдіктеріміз өсіп шығатын болады. Бұлардың әрқайсысына біз арнайы контейнерлерді орналастыратын боламыз. Гидропоника жүйесінде ең басты өсімдікті стимулдайтын бұл су мен жарық болады. Шағын гидропонды жүйе. Бұл жерде бұл гидропонды жүйенің ең маңызды артықшылығы не? Бұл уақытпен басқарылады. Бұл жерде де жарықтандыру бар. Және де белгілі бір уақытқа біз жарықтың жануын немесе су айналымын белгілі бір уақытпен басқара аламыз. Енді микрозелендерге арнап осындай фитолампаларды алған болатынмын. Табиғи жарықты кейде жаз мезгілінде өте жоғары болуы мүмкін. Бұл яғни жарықты белгілі бір деңгейде болады бұл фитолампаларда. Қазір мен сіздерге көрсетейін. Фитолампалар жалпылама өсімдіктің өсуін жақсартады. Мінекей. Жасанды жарық десек те болады. Өсімдіктің өсуін стимулдайтын жасанды жарық. Көбіне мен осы күлгін түсін қолданамын. Қандай өсімдіктерді өсіруге болады? Бір айдың ішінде өте көптеген өсімдіктерді өсіруге болады. Ал микрозелендерді сіздер 5-7 күннің ішінде өсіріп шығуға болады. Микрозелендерді, бұршақтарды да осы құрылғыларда да өсіруге болады. Гүл тұқымдарында күнделікті сіздер асқа қолданатын неше түрлі өсімдіктердің көпшілігін осы гидропонды жүйеде кабинеттің бір бұрышында тұрып та өсіруге болады. Сіздерге қызық болса парақшаға жазылып алыңыздар. Алдағы уақытта біз осы гидропоника әдісімен бірнеше тұқымдарды өсіретін боламыз.